Енді бұл жерде білімге қатысты жаңа дұрыс айтты, бізде мектеп бар, колледж болсын, университет бар, бәрі офлайн форматта оқытылады. Өйткені онлайн оқытылатын болса, ол жерде мынандай дүние бар да, мысалы біздегі неге көбіне резонанстар, пікірталастар, дау-дамайлар жаңағы әлеуметтік желіде қайдан пайда болады? Мысалы, біреу бірдеңені айтады, астына жаңағы комментарий кірсең, жерден алып жерге салып атады. Уақыт өте келе, мысалы 5-10 жылдан кейін сол адам айтқан дүниесін кезінде осы пәленше осылай айтқан екен, күшті айтқан екен деп оны келіп ақтауға тырысып атады. Неге олай? Өйткені мынандай нәрсе бар да, адам мен адам тікелей тікелей сабақ алатын болса, немесе тікелей сұхбаттасатын болса, оның бірін аурасын жаңағындай ішкі не айтқысы келген, не түсіндіргісі келген, ол сезінеді. Немесе ол жердегі тақырыпты біледі. Ал әлеуметтік желіде, мысалы бізде қазір терроризмге қатысты, әлеуметтік желідегі қауіпсіздікке қатысты біз ақпарат айтуымыз мүмкін да, бірақ сіз дін саласында хабарыңыз бар, менің хабарым бар, бұл жаңа Айбек бауырымыздың хабары бар да, мысалы. Біз өзіміздің деңгейде сөйлей береміз. Болып жатқан оқиғалар біз өзімізше бір ақпарат беріп жатырық деп, халыққа ақпарат беріп жатамыз. Бірақ халық ол барлығы дінмен айналысып жүрген жоқ қой. Теологиямен айналысып жүрген жоқ. Біреуі жаңағындай сауда саттықпен айналысады, біреуі мемлекет қызметкер, біреуі тағысын тағы деген сияқты. Яғни олардың өзі де біздің беріп жатқан ақпаратымызды түсінік деңгейінде қабылдай береді. Ол қате түсініп жатқан, ол ең қызығы бізден сұрай алмайды ол. Өйткені бізді әлеуметтік желіден көреді. Ал тікелей алатын болса, ол қалай түсініп жатқан, қалай қабылдап жатқан, ұстаздан сұрамаса да, бірақ ұстаз одан біліп отырады. Мынау дұрыс түсінбеді деген сияқты мен оған дұрысынан түсіндіріп, өйткені оның іс-әрекеттері қате бағытқа кетіп бара жатқан болуы мүмкін. Сондықтан да бұл білім алуда маңыздысы тікелей отырып алу керек. Ал ақпарат мәселесі сенде бір белгілі деңгейде білім қалыптасқаннан кейін сен ақпаратты ала бересің. Өйткені ақпаратты сен қорыта аласың. Ал егер сенде білім болмаса, пәленше былай айтты екен, демек былай. Біз ана халықта мынандай бір сөз көп қой. Мен білетін имам былай айтқан. Сен қазір имамдар білмейді, немесе ана білмейді. Қазір пәленше сауатсыз, менің атам молда болған деген сияқты сондай бір әңгімелер көп қой, мен жақсы білемін деген сияқты. Ол өзінің былайша айтқан кезде сол адам жақсы көреді, сол адам құрметтейді, ол үшін соның айтқан сөзі заң болып қалған болуы да мүмкін да. Сондықтан да бұл білім мәселесінде бет алды шариғи болсын, дүниелік ғылым болсын, кез келген ғылымда не дейді, сөйлей беруге болмайды. Оған өзіндік бір құзырет болу керек. Біз өзіміз дінді оқысақ та, осындай подкасттарда сөйлемесек, былай негізінен әлеуметтік желіде белсендіміз. Ал әлеуметтік желіде ең қызық, көп белсенді білімді азаматтарды көп айтады, бірақ білімсіз азаматтарда қазір әлеуметтік желіде шығып алып, мына дұғаны 1000 рет оқысаң, мына 100 рет оқысаң байып кетесің, үйтіп кетесің, бүйтіп кетесің деген сияқты нәрселерді көп айтып жүр негізі. Блогерлер басқалар деген сияқты. Бұл дұрыс емес.